Барлығыңызға қайырлы таң. Брокколиға байланысты аздап комментарий болады. Мынау желіде брокколиға байланысты пост шыққаннан кейін көп адам соғып жатыр, сұрап жатыр. Негізі брокколидің барлығы бітті. Мынау соңғылары өзімізге алып қалған. Осылай болып шығады, кәдімгі өзіміздің қолдың өніміміз. Мына жерде 30 соттық брокколи болды. Оның барлығы сатылып кетті. Сатылғаннан кейін соңғы образецтерін кесіп, видеоға салып жіберген Threadsқа, сосын өзіміз сторисыма. Бірақ афиша атырауға ешқайда шығарған жоқпын. Өзіне-өзі сол жаққа кетіп қалған каким-то образом. Вот, негізі өзім қаланың тумасымын, бірақ та поле егін егетін ол Сарайшық деген ауылдың маңында. Осы жерде жаңағыдай Green Agro деген крестьянский хозяйство ашқан болатын осы жылы. Бірінші рет осылай полеға помидор ектім. Мына жерде 1 гектар помидор болды, оның бәрі сатылып кетті. Мына жерде 30 сотық огурцы бар, әлі бұл жағалдай шығып жатыр. Сосын мына жақта бізде брокколи болды. Вот, негізі клубникамен айналсам, тағы клубниканың полесі бар, теплица бар, бұның бәрін көрсететін болам. Брокколи бұйырса келесі жылы болады, тағы да егемін. Биыл енді аяқ астынан ектім. Көбі неге брокколи ектім деп сұрап жатыр. Енді көбі біздің Атырауда типичный перец, баклажан, огурцы, помидор егеді ғой. Сол кішкене брокколи өсем екенін көрейін деп биыл бірінші рет ектім. Ең қызығы таза навозға өсті. Мен бұны өсіріп көрген жоқпын. Эксперимент ретінде навозбен биогумусқа өсіріп қарадым. Шығады екен. Мынау өзеннің суы бар, навозбен биогумус бар. Сосын тағы айтатыным, жергілікті халықтың көбі жергілікті фермерлердің бар екенін білмейді екен. Егін егетіндердің бар екенін білмейді екен. Сенбей жатыр, бұл местный емес шығар деген сияқты сұрақтар болды. Местный, Махамбет, Индер аудандарында, Атырау қаласының маңында көп адам егін егеді. Местный өнімдер жыл сайын шығарамыз. Дина базарында болады. Дастан деген шаруа қожалығы бар, Отбасы деген шаруа қожалығы бар. Сол жергілікті фермерлерді қолдап отырыңыз. Бізде жақсы, шетелден еш кем түспейтін осындай өнімдер шығарамыз. Лайктарыңызға, пікірлеріңізге үлкен рахмет. Тіркеліп отырыңыз, комментарий жазып отырыңыз.